Құдай дін мұғалімдерінің жүректеріне, қолдары мен жазбаны көшіретіндерге өздерінің еңбектерінде абсолютті түрде дәл көшірмеге қол жеткізуге деген керемет ұмтылыс орнатып қойды. Бұрмаламай, Құдайдың өз айтқан сөздердің бірде-бірін жоғалтпауға. Мысалға, мәтінді көшіргендегі ұстанған кейбір тәртіптер. Ең алдымен, шиыршық қағаз таза жануардың терісіне жазылған болу керек болды. Олар мәжіліс ханаларын міндетті түрде еврей жүргізулері керек болды. Шиыршық қағазға арналған терілер таза жануардың сіңірімен бекітілді. Сия арнайы рецепті бойынша жасалуы тиіс болды. Сонымен қатар, еш нәрсені есте сақтап жазуға болмады. Ал біз сіздермен есте сақтап жазамыз. Сіз солай ма деп сұрауыңыз мүмкін. Иә, мәселен мен айрықша сақтықпен деп оқыдым делік. Енді мәтіннен көзімді алып, айрықша сақтықпен деп жазам. Ал оларға болса осылай істеуге болмады. Олар әріптен әріпке көшірім жасады. А, И, Р. Елестетіп көріңіздерші, әріптеп отырып көшірілген көне келісімнің миллиондаған дауыссыз әріптері. Соған қоса жазушыларға ойдан көшіруге тыйым салынғанмен қоймай, әріптер арасы шаштың қалыңдығымен тең болуы қажет болды. Егер екі дауыссыз әріптер қосылып қалса, бұл қате болып есептелді. 5 кітаптың соңғысы, бұл киелі кітаптың бірінші 5 кітабы, азат жолдың соңына дейін толтырылып аяқталуы керек болды. Жұмысты толық жалғыздықта отырып, дәстүрлі киім киілген күйі атқару керек болды. Ал жазушы жазбаны көшіру барысында оның бөлмесіне патша кіріп келсе, ал ол сол сәтте Құдайдың есімін жазу барысында болса, онда патшаға ешқандай назар аудармауы тиіс болды. Құдайдың есімін жазып бітпейінше, жазбада Құдайдың есімін жазуға жеткен әр кезде, көшіруші қауырсынын ысырып қойып, арнайы салттық түрде қол жуу рәсімін орындап, арнайы қауырсынды қолына алғаннан кейін ғана Құдайдың есімін жазалды. Дін мұғалімдерінің Құдай сөзін қастерлеуінің күшті болғаны соншалық, олар еш нәрсені өзгертуге дәттері бармады, және соны қалаған жоқ. Олар тек мәтінді әріптен әріпке өте отыра көшіре алды. Миллион дауыссыз әріптері. Ал көшіруді аяқтағаннан кейін, мысалға Ишая пайғамбардың кітабының 66-шы тарауын алайық. Олардың орындағандары дәл көшірме екендігіне көз жеткізу үшін не істегендеріне таңырқайсыздар. Сол жайында келесі бейне үзіндіде айтып бергім келеді. Сізге тек мәссаған Құдайдың сөзіне деген қандай берілгендік деп айтуыңыз ғана қалады.